жақсы нәтиже берді негізі. Содан кейін менде мындай тағы да Корея тонері, бұл енді витамин тонер дейді. Галактомизис деген шөптің құрамы бар. Ол бірақ мындай тонер барлық кремдермен келісе бермейді. Сонысымен жаман. Мен тағы бір сағыз алайын. Келесі тонер. Тонердің құрамында гиалурон бар. Фирмасы Коксир. Бұл да негізі мынау күріш суы сияқты барлық кремдермен келе береді. Келесі тонерлардан кейін менің терім майлы болып тұрған кездерде көбінесе жазда мындай эмульсия жайғап шықтым. Бітіңкіреп қалды менде. Бірақ қазіргі мен қолданбаймын, өйткені күз және қыс мезгілдерінде тері ерекше күтеді. Сондықтан да бұл эмульсия менде бітіңкіреп осылай жатып қалды. Қазір мен көбінесе екі креммен қолданамын. Ол мындай крем Baobab дейді. Құрамында коллаген бар. Өте ылғалдандырады, маған ұнады. Бірақ барлық типке арналған. Содан кейін гель тәріздес осындай. Бұл да крем. Құрамында тағы осы гиалурон бар. Бұны көбінесе мен таңертең тұрғанда немесе макияждың алдында қолданамын. Және де мынау затты мен ұмыттым. Молочная сыворотка дейді ғой. Қазақшасын енді білмедім сыворотканың. The Ordinary деген америкалық
немесе безеудің үстіне жақса